Жалған диплом жойылады. Бұдан былай ғаламторда дайын дипломдық жұмыс сатып алу және көшіру де жемқорлыққа жатқызылмақ. Білім ордамызда 15 наурыз жалған диплом жемқорлыққа жол ашады тақырыбында диалогтық алаң өтті. Алматы облысының жоғары білім саласында жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қорытындысы туралы жиында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті ұйымдастырды. Мамандардың айтуынша елімізде диплом жазатын 80-нен астам сайт жұмыс істейді. Олар тапсырушылардың сұранысы бойынша колледж, бакалавр, магистр дипломдарын деңгейіне қарай бағалайды. Алматы облысында 2018 жылы жалған дипломға қатысты 5 жағдай анықталған. Осы орайда тиісті сала мамандары қатаң шара қолданбаса болмайды дейді. Бірінші кезекте дипломдық диссертациялық жұмыстардың арнайы базасын енгізу қажет деп отыр. Тек сол арқылы жасанды жұмыстарды бақылау ыңғайлы болмақ. Жоғарғы оқу орнының ішінде заңдылыққа, одан кейін барып плагиат көшіріп алу, одан кейін тапсырыс беру, кімге тапсырыс беріп отыр. Бұл жерде жаңағы толық қанды алып қарасақ, дипломды жазу бойынша барлықтары өзінің орын реттеп алған. Тапсырыс беретін, сабаққа бармаған, оқуын дұрыс оқымаған студент бар, қалтасында ақшасы бар. Одан кейін барып соған тура сен оқи алмайсың деп нақты бағасын қоймай отырған мұғалімде табылып отыр. Одан кейін барып оның екеуі бірігіп жолын іздеп тапсырыс беретін сайттар бар, жазып беретін мұғалімдер бар. Шара барысында сала мамандары баяндама жасады. Кездесу қонақтар мен студент жастардың пікір алмасуына ұласты. Қатысушылар тарапынан айтылған ұсыныс-тілектер де назарға алынды. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.